Ал достар, мен деген кеште рет қайда келді десеңіздер, Зухраның үйіне келіп қалған жайым бар. Отыр. Зухрамен бірге құрсын ментина шілетеріміз шығып жатыр. Не тамақ қайнап атқан жоқ, не сорпа қайнап атқан жоқ ше. Мен өзім терлеп атырмын ғой. Мына жерде отырып алып пұрша сорпа терім шығып жатыр ғой. Зухра айтады, шілдеде шығып қалған терімді осы менімен отырып шығарып ал дейді ғой. Ақтап өкпесін емізіп жатыр. Бұл Османның түрін көретін боласыздар, кімге ұқсайтынын. Енді маған бәріне ұқсап тұршы түрі. Енді өсе келе түрі өзгеріп көретін боламыз. Кімнің ғана мықты екен. Бар ғой, ботаны постоянно мақтап жүреді екенші. Тура тамақтың үстінен дөп түсті ғой. Бүгін ауызашар біздің үйден өткізіп жатырмыз. Тамағымызды ішіп алып. Ботаның аузын ашып жатырмыз. Покушали, Бекстан кетіп қалды. Қалайсың? Жақсы өзің қайсың? Жанып кеттім я. Бұл қыз деген бүгін красотка отыр. Кірпікті қарасаңыздар ой ба, кірпіктің асатындай болып тұр ғой. Жақындап түсейінші, көрсейінші, қараңыздар, көзді көрсеңіздер. Ойбай, мама, ғашық болып қалмаңыздаршы, өтініш, пожалуйста. Қалайсың, не жаңалық? 2 күнде не өзгерді? Тыныш соқсын. Шейінмен келіп шілетерін шығарып отырмын. Үйдің іші ыстық екен акасы, бірақ мен өзіме салқын сияқты болып тұршы. Өліп жатыр қолым. Бексұлтан кетіп қалды. Біздің әңгімеміз әлі бітпей жатыр, сонымен әңгімені жіберіп отырмыз. Ыстықтады, Бексұлтан да ыстықтады, үйде бәрі ыстықтап жатыр, мен ғана жаурап отырмын ғой. Ана морозильниктен ет бірдеңке алған кезде салқын тиіп қалған ба, кеудем шаншып. Сонымен, кішкене салқын сезіп қала берем ғой. Бота кеше шілетер шығарғанға сауна кеп беріп еді, сонымен сол саунаға түсейінсем Бексұлтан кетіп қала береді. Сонымен баланы қарайтын адам жоқ, сонымен әлі шілетерімді шығара алмай жатырмын. Бұйырсам, енем келу керек осы апрельдің басында. Сол кезде бір саунаға жатам ба деген ой бар енді пока что. Пока мүмкіндік болмай жатыр, бүгіндікке осы әңгіме курица пюремен істегем. Бағана өзімше бір лайфхак түсірейін деп отырдым, кішкене қолым босамай қалды да түсірмей қалдым, енді следующий раз түсірермін. Ол міне бота қыздарымыз сағынғандарыңыз болса, міне осы міне бота деген осы. Қалайсыздар? Ауызашардан үйге келдім. Үйде жақын күндері менің чайнигім өртеніп кетті, жанып кетті. Үйде чайник жоқ. Енді қазір су ішкім келіп тұр, қайнаған. Ол үшін плитаға кастрюльдің ішіне су қайнатып, содан ішеміз. Ертең Каспийден заказ бере салам чайникке. Кішкене тамағым отырып қалды. Маған Найля Лиза Бакт дегенді ал деді. Мынандай таблетка. Көреміз. Алматыда -1 градус. Өте суық болып кетті аяқ асты. Қыс болып кетті қайтадан. Бағана дайрект ақтарып жатырмын ғой. Менің сондай әдетім бәрі таңғалады. Сен барлығын оқисың ба, ашасың ба? Я, қолдан келгенше, шамам жеткенше бәрін ашам. Егер дұрыс хат болса, жауап беруге тырысам. Андай қарғыс, бір нәрсе болса, олардың барлығын бірін қалдырмай блоктауға тырысам. Неше түрлі жазады ғой. Алдында да бірнеше хат алып кішкене көңілім түсіп қалған. Бірақ ондайларды бірден блокирую. Ал негізінде көп хаттарды алдым. Сол кезде басқа қалалардан біздің қымызды сұрап жатыр екен. Біздің енді ол жеңгемнің ағасының өнімі ғой. Осы жерде Алматының шет жағасында Белбұлақ деген жерде өздерінің фазендасы бар. Қымыз, шұбат, бәрі өздерінікі. Сол жайлы сұрап жатыр екен. Қалайсыздар достар, қайырлы күн. Мен неге далада тұрмын? Себебі біздің Аянан білесіздер, телефон ескіріп, памяті симай сөйтіп жүрген болатын. Енді телефонға особо қызықпаймыз, бірақ та маған телефон алып берші деп жүрген болатын. Енді біраз история түсіру үшін. Енді историяны жыртайын деп тұр. Мама екеміз Аянаға керемет бір жаңа телефон алдық ағайын. Енді мен бұл жерде жай ғана себепшімін. Алған менің мамам. Қалай мам? Жақсы. Кәне көрсетіңізші. Ашылған жоқ қой. Қазір мұн жерде. Осы жерде көріп алайық. Қазір ашады ағайын. Міне телефон алып берді. Қазір үйге кіреміз. Жан, бүгін мама саған бір сыйлыққа кепті. Не сыйлық деп ойлайсың? Киндер. Киндер емес. Чехол. Чехол емес. Тағы бір вариант. Тапсаң таптың, таппасаң көреміз өзіміз. Икра. Икра? Жоқ, жүр көреміз. Жан, саған мама бауырсаға келді. Қалай, ұнай ма? Иә.
Бауырсақ ұнап тұр ма саған? Иә. Болды, кән жейсің. Бауырсақтың өзі қуаныш қой ма? Иә. Бауырсақтың өзі қуаныш қой. Қалжындаймын. Ең үлкен сыйлық ол емес. Қазір мама саған табыстайын деп тұр. Андағы не деп ойлайсың? Телефон. Иә. Мама бүгін саған телефон алып келді. Шіркін-ай. үйде кеңес па. Көп сторис алсайық. Енді Аянның да ескі телефон жаман емес, айфон ғой. Енді мама соны ұстап стримға кіреді. Иә. Болды ағайын, осындай сөйтіп. Все, сегізге звоним. Маке! Ызылдава, досым. Ызылдава! Короче, біз бүгін тамақ қыламыз деп бақырып, қиқырып, ұрысып жатқанбыз да. Тамақтағы өлді. Күйіп кетті тамақ өсі. Анан магазин дедім ғой, бля. Милиция келіп басты, ызылдавалар деп. Ызылдаш жоқ. Анан есіңерде болсын, мен деген магазин ашқам ғой. Женский магазин. Бұрған айылға ашқам да, Жалғатқа ашқам. Ошон нерсени жеңеме бердім дағы, өзім өте жақында магазин ашқам. Açam. Қачан десеңер, ал күн алыс емес. Бұйырса апрельдің аяқтарында мужской магазин açsam ба, женский бе. Я думаю, мужской. Достар, всем ассалаумалейкум, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сияқты шығып қалдық. Күніміз басталды, аптаның басы, понедельник. Сәтті өтсін. Жандыряқта Бижай әка. Құрғат, Айбат. Әулеттің образы. Мына қарасында ше. Мынау не нау? Қатыгез. Бұл түлкі. Ауырып жүрген түлкі. Сол үшін достар, яқта эфирға дейін өсіп жүреміз ше. Әген көрсетші? Алмайды. Мына қараш, мынадай алып қалған түлкі ғой, әпті. Твитчі грипп па біләтші, мына алып қалған түлкі көрсетші мұны. Асып атып соны. Сен де тура осындай боласың. В общем, Дәулет сені көре алмайды. Ауырып қалған түлкі емес, бұл түлкінің терісі өл түлкіде қайдағы жан болады, қайдағы не болады. Ауырып қалған түлкі ғой, сөсіп бұлауын. Сол үшін сәл қуынбай ағаларының бары ше осындай. Әйтсе мұнаның бәрі 33-те, біраз жасай кеп қалғандар негізі. Мына блог